Жақын болашақта 8 ойыншы $100,000 сыйақы уәде ететін Call Up атты жаңа ойынға қатысуға шақыратын жұмбақ хабарламалар алады. Олар қаладағы сәнді ғимараттың 25 қабатына барады. Барлығы жиналған соң, робот дауысы оларға планшетке тіркелуді бұйырады. Содан кейін олардан киімдері мен жеке заттарын шкафтарға салып, берілген қозғалысты түсіретін костюмдерді кию сұралады. Киім ауыстырып жатқанда, адамға тым тар костюмдер үшін мазақ етеді. Карл денесіндегі күйік үзін көрсетеді. Ал Андре өзінің бұрынғы сарбаз болғанын айтады. Барлығы дайын болғанда олар сканері бар бөлмеге өтеді. Дауыс оларға сканерге тұрып, ойыншы аттарын айтуды бұйырады. Содан кейін жаңа жабдықтарын алуға болады. Бұл омыртқаға қосылатын, толық иммерсияны қамтамасыз ететін жетілдірілген VR шлемі бар костюмдер. Адам мұндай жабдықты тек элита қолдана алады деп ойлаған. Барлығы жабдықты тез киеді. Тек босниялық мұсылман Захид, ирония мен террорист деген лақап таңдаған үшін өкінеді, өйткені бұл атау костюмде көрінеді. Ол ойыннан шыққысы келеді, бірақ есік құлыптаулы, көмек сұрағанда ешкім келмейді. Басқа ойыншылар бұл маңызды емес деп сендіреді, сондықтан Захид ойнауға келісе береді. Дауыс оқу модулінің басталғанын хабарлайды, ойыншылар шлемдерін жабады, симуляция басталады. Бөлме өте шынайы постапокалиптикалық әлемге айналады, костюмдері әскери формаға ауысады, татуировкалары жоғалады. Объектілерге қолдары өтіп кетеді, яғни бәрі виртуалды. Сержант пайда болып, оларды жаңа жауынгерлердей қабылдайды. Шлемдерді көтергенде, сержанттың бөлмеде емес, тек шынайы НП екені анықталады. Топ сержанттың соңынан қару-жарақ берілетін бөлмеге барады, шынайы өмірде бұл тек реквизиттер. Сержант бөтелкелерге ату арқылы қаруды сынауды сұрайды, ойыншылар шынайы кері серпіліске таңғалады. Біраз жаттығудан кейін сержант екеуін атып, олардың кеудешелерін жоғалтады. Оқу модулі болғандықтан кеудешелер бірден қайтарылады. Сержант бір рет атса, қорғаныс жоғалады, ал кейін жараланса, әр ойыншыға бір реттік арнайы своротка берілетінін түсіндіреді. Ғимарат қауіпті террористер басып алған топтың бірінші миссиясы, оларды жойып, бірінші қабатқа аман жету. Жеңгендер шынайы өмірде ақшалай сыйақы алады. Сержант жоғалып кеткен соң, Андре өзінің тәжірибесіне сүйеніп, топты басқарады, және жасырын қалу туралы кеңестер береді. Олар бөлмелерді аралап жүргенде дәлізде жау пайда болып атады. Көпшілігі жасырынады, бірақ Андре тез қозғалып, жауды өлтіреді. Дауыс 25 деңгейдің аяқталғанын, және барлық ұпайдың Андреге тиесілі екенін хабарлайды. Жаудың да НП екені расталады. Баспалдақпен түскенде деңгей аяқталмай шығуға тырысса, электр тогы соғатын механизм бар екені анықталады. 24 деңгейде олар жетілдірілген қару табады. Андре оларды қолдануды үйретеді. Негізгі бөлмеге кіргенде, Марко бірінші жауды өлтіреді. Ойыншылардың көбі сенімді болып, бөлмеде жүгіріп, кездейсоқ заттарды жамылғы ретінде пайдаланып, террористерді жояды. Адам барлық оғын босқа жұмсайды. Андре араласып, жауды атып, бірақ өзі де аталып, кеудешесін жоғалтады. Тейлор паникаға ұшырайды, өйткені ол досының орнына шақырумен келген, және ойынның шынайылығына шыдай алмайды. Шелли оны жұбатады, бірақ өзі де жауды аталмайды. Жақындап келе жатқан террористті Карл өлтіреді, бірақ өзі де аталып, кеудешесін жоғалтады. Карл берілмек болады, бірақ жау қайта атады. Шелли жүгіріп шығып, жауды өлтіреді. Карл мен Шелли шлемдерін ашқанда, Карл шынайы өмірде қатты ауырсынуды сезінеді. Олар ойынға қайтады. Андре Карлды свороткамен емдейді. Травма алған Карл шлемін қайта ашып, шынайы өмірде құсады, және бұл ойын болмауы мүмкін дейді. Топ шлемдерін ашып, үзіліс жасайды. Адам жаңа қару табады. Карл шынайы электр шоктарын сезгенін айтып, бұл реалити шоу болуы мүмкін деп болжайды. Захид паникаға түсіп, костюмін шешпек болады, бірақ шеше алмайды. Марко бұл сынақ деп ойлайды, ал Захид бұл әскери эксперимент болуы мүмкін. Андре олардың ішкі адамы деп болжайды. Дауыс туып, шиеленіс күшейеді. Андре тынышталу үшін дәретханаға кетеді. Ойыншылар ойын жалғасып жатқанын түсінбейді. Өлтірілген террористер қайта тіріледі. Біреуі Андрені дәретханада қоршап, оны атады. Андре Карлға свороткасын пайдаланған үшін өзін емдей алмайды. Басқалар шуды естіп, шлемдерін жабады, бірақ Эдвард бірден аталып қалады. Топ жасырынады. Тейлор баспалдаққа жүгіреді, бірақ деңгей аяқталмағандықтан бөгеледі. Террористер ата бастайды, топ барынша қорғанады.
Эдвард свараткамен өзін емдейді, ал Андре қан ағып жатқан денесін дәлізбен сүйрейді. Адам граната лақтырып, қалған жауларды жояды. Деңгей аяқталып, адам ең жоғары ұпай алады. Олар Андренің көмек сұраған даусын естиді. Андре шлемін ашқанда таймер естіліп, мина электр тобы соғылады. Ол бірнеше минут конвульсияға түседі. Топ оны тапқанда Андре қайтыс болған. Шелли жыға жасап көреді, бірақ нәтиже жоқ. Дауыс келесі деңгейге өтуге болатынын хабарлайды, бірақ топ ойнағысы келмейді. Олар жерде қан көріп, шлемнің Андрені өлтіргенін түсінеді, және шлемдерді шешуге тырысады, бірақ мүмкін емес. Захид паникаға түсіп, өрт сөндіргішті алып көмек сұрайды. Карл ерікті болып, Захидті өрт сөндіргішпен бірнеше рет ұрады, бірақ шлем шешілмейді. Сержант оларды ойынға шақырып, Карлдан өтіп, Захидті ережелерді бұзған үшін ұрады. Сержант ойнамағандар жазаланатынын ескертеді, топ амалсыз жалғастырады. Олар бірнеше деңгейден қиындықсыз өтеді. Әр қабатта жаңа қарулармен және ойын механикасымен танысады. Газ ағып жатқан бөлмеде отты қару қолдануға болмайды, пышақпен жақын ұрыс жүргізу керек. Бетпе-бет өлтіру Тейлордың мазасыздығын күшейтеді, Шелли оны шығаратынына уәде береді. Көпшілігі кеудешелерін жоғалтады. Қатты атыс кезінде Карл мен адам аталып, Шелли мен Марко оларды свараткамен емдейді. Бірнеше сағаттан кейін топ үзіліс жасап, шынайы өмірде түн болғанын байқайды. Ойыннан шаршаған олар терезелерді заттармен ұра бастайды. Захид арба мен әйнекті сындырады. Сержант пайда болып, Захидті қатты ұрады. Захид баспалдақпен қашпақ болады, бірақ сержант оны тепкілеп, құлатып, аяғы сынған Захид қан жоғалтудан өледі. Келесі деңгейде Марко жаңа қарулар үшін ұрсады, ал жасырын жау оны артынан атады. Топ қарсы атады, Тейлор дәретханаға жасырынады. Атыстан кейін граната ұрысты аяқтайды. Шелли Марконы свараткамен емдейді. Эдвард ең жоғары ұпай алып, бірінші орынға шығады. Үзіліс кезінде топ өмірлері туралы сөйлесіп, ешкімнің отбасы жоқ екенін, сондықтан олардың өлуі компанияға салдарсыз болатынын түсінеді. Келесі деңгейде сержант кепілді ұрып жатады. Ол жертөледегі бомбаның ғимаратты жарып, бәрін өлтіретінін, кепілден код алу керектігін айтады. Эдвард кепілді электр тобымен азаптайды, кепіл сөз айтады, бірақ адам оны компьютерге енгізгенде бомба іске қосылып, 30 минутта жарылады. Кепіл күледі, Тейлор оны өлтіреді. Марко адамды кінәлап, оны ұрмақ болады, бірақ шлемге зақым келтіреді. Тейлор араласқанда ол да соққы алады. Сержант лифт есігін ашып тұрғанын айқайлайды. Топ лифтке жүгіреді, бірақ есік толық ашылмайды. Марко есікті тартып, шығуға жол ашады, бірақ адамды жазалау үшін оны бөгейді. Екеуі лифтте қалып, 3-ші қабатқа жетеді. Терезеден құлаған тікұшақты көреді. Марко адамды алға итеріп, қалқан ретінде пайдаланады. Адам жауды өлтіреді, бірақ оғы таусылған соң, Марко оны алға итеріп, өзі жасырынады. Адам аталып өледі. 15 минут қалғанда Марко күйзеліске түседі, бірақ деңгей аяқталғанда жалғастырады. 4-ші қабатта топ қару табады, бірақ жау түпін гранатасын лақтырады. Карл паникаға түсіп күйік алған кезде қызын құтқара алмаған үшін өкінетінін айтады. Шелли оны тыныштандырып, жалғастыруға сендіреді. 1-ші қабатта оқ таусылған топ террористермен шайқасады. Тейлор сваротка табады, Марко оны сұрайды, бірақ Тейлор бас тартады. Марко Тейлорды атып өлтіреді. Карл Тейлорды іздеп, оның қанмен Марконың атын жазғанын көреді. Ашуланған Карл шлемін ашып, Маркоға шабуыл жасайды, бірақ Марко оны қабырғаға итеріп ұрады. Карл өрт сөндіргішпен қарсыласады, бірақ Марко оны тебеді. Марко Карлды атуға дайындалғанда, сержант пайда болып, Марконы ұрып, мойнынан қылқындырып өлтіреді. Қалған үшеуі жертөлеге жетеді, дауыс бұл соңғы деңгей екенін айтады. Олар қару алып, террористерді жояды. Карл граната лақтырып, ұрысты аяқтайды. Бірақ фургоннан шыққан жау Карлды атып, Шелли мен Эдвард жасырынады. Карл сваротканы іздеп жатқанда, Шелли 2 минут қалғанын естиді және бомбаға жүгіреді, бірақ аталып қалады. Карл оған сваротка беріп, жеңуге шақырып өледі. Эдвард базуканы пайдаланып, соңғы жауды жояды және бомбаны соңғы секундта тоқтатады. Сержант жеңісті құттықтайды. Эдвард оның сөздерін қайталап, компанияның ішкі адамы екенін ашады. Симуляция аяқталып, қара киімді адамдар Шеллиді ұйықтатып, ғимаратты тазалап, мәйіттерді жояды.
Ойын сервері ойыншылар туралы ақпаратты өшіріп, жабылу процесін бастайды. Таңертең Шейли өз киімдерінде оянып, Эдвардты костюмде тазалау бригадасымен бірге көреді. Ол оған ақшалай сыйақыны береді, бірақ Шейли полицияға баруға уәде берсе, ешкім сенбейтінін айтады. Ер адам оны қайта ұйықтатпақ болғанда, Шейли оған инъекция жасап, паркингтегі шамдарды атып түсіреді. Эдвардтың адамдары оны қуады, бірақ Шейли ойында алған тәжірибесімен оларды оңай өлтіреді. Эдвард өмір сұрайды, бірақ Шейли оны да өлтіріп, ақшасыз кетеді.